Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында осындай дәмді самсаларды пісіретін боламыз. Ол үшін біз ыдысымызға 100 грамм қаймақ, 100 грамм майонез, 100 грамм бөлме температурасындағы сары майымызды, бір жұмыртқамызды, жарты шай қасық тұзымызды және оның үстінен бір шай қасық қопсытқышымызды салып, венчиктің көмегімен осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Араласқан сұйық массамызды осындай шұңқырлау ыдыстың ішінде жасаған дұрыс. Себебі оның үстінен қазір біз ұнды салып қамыр илейміз. Міне осылай бізде массамыз шығады. Осы массамыздың үстінен шамамен 500-600 граммдай ұнды електен өткізіп, жақсылап қолымыздың күшімен қамырды илеп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ұнды қосуға болады. Шамамен 500-600 граммдай ұн кетеді. Видеода көрсетілгендей қолымыздың күшімен жұмсақ қамырымызды дайындап аламыз. Бұл қамырды тоңазытқышқа немесе морозильникке қойып күтудің қажеті жоқ. Илеп болған қамырдан сол уақытта самсамызды жасай беруімізге болады. Міне бізде қамырымыз осындай болып шығады және біз оны қазір дөңгелек бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Дайын болған дөңгелек бөліктерімізді жаймендеп жайып, ішіне салмасын салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша формаға бүксеңіздер болады. Міне осылай қолымыздың ақ көмегімен жая беруімізге болады. Оқтауды қажет етпейді. Егер қаласаңыз, оқтаумен жайсаңыз да болады. Мен осылай ұнды сеуіп, қолымның күшімен жайып, салмамды салып, тұлпан самсаларды жасауды қаладым. Және видеода көрсетілгендей сіздер жасап көрсеңіз болады. Салмамызды салып, осылай астын жақсылап, бекітіп, формаға келтіріп, тұлпан шығу үшін қайырлаған жерін жақсылап қолымыздың күшімен қайырып қоюымызға болады. Осылай самсаларымыздың барлығын бүгіп, пергамент қағазымызға орналастырып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып, күнжутымызды сеуіп, қызып тұрған пешімізде 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Самса өте дәмді, қамыры өте қатпарлы, қытырлақ болып шығады. Сіздер де үй жағдайында осылай тез әрі оңай жасалатын самсаны жасап көріңіздер. Баршаңызға рахмет.